Армысыздар, ардақты ағайын, есімім менің Нәзира Сұлтан Мұратқызы. Біз бүгін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сайтынан ең үлкен жихад нәпсімен күрес деген мақаланы оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ең үлкен жихад нәпсімен күрес. Қазақта іштен шыққан жау жаман деген мағыналы сөз бар. Бәлкім біз мұның мағынасын сырттан ғана түсініп жүрген болармыз. Бабаларымыз айтқандай осы сөзге тереңдеу үңіліп көрейікші. Бүгінгі жұма тақырыбымыздың өзі ең үлкен жихад нәпсімен күрес деп тұр. Олай болса, сіз бен біздің бұл дүниедегі ең үлкен жихадымыз қандай? Бір сөзбен айтқанда, жан дүниемізді үнемі жаманшылыққа, арсыздық пен ұятсыздыққа шақырып тұратын ішкі жауымыз нәпсімен күресу. Құрметті жамағат, қадірлі ағайын, сыртқы жаудың, дұшпанның қайдан келетінін және қалай шабуыл жасайтындығын әбден аңғарып, оған тосқауыл жасауға, онымен жолын тауып оңай күресуге болады. Бірақ ең үлкен дұшпанымыз нәпсінің қай кезде күш алып, қай сәтте әлсіз тұсымыздан шабуыл жасарын білмегендіктен онымен күресу де оңай соға қоймас. Сүйікті пайғамбарымыз, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ең үлкен соғыстың бірі Табуқ жорығынан қайтып келе жатып, ардақты сахабаларына кіші жихадтан, жорықтан үлкен жихадқа, нәпсімен күресуге оралдық деген екен. Осы уағызымызда сол нәпсі және онымен күрес жолдарын талқылайтын боламыз. Алла тағала адам баласының дүниеге жіберілудегі мақсатын Құранның мына аяты арқылы өзіне құлшылық ету үшін жаралғандығын айқындауда. Адамдар мен жындарды тек өзіме ғана құлшылық қылулары үшін жараттым. Зарият сүресі 56 аят. Аллаға иман келтірген адам баласы бұл мақсаттың үддесінен шығу үшін дүниесі мен ақырет нығметіне қол жеткізу үшін қам-қарекет етеді. Жан мен тәнін Алла үшін құлдыққа арнайды. Бірақ та сол құлшылық жолда кежегемізді кері тартып, Алланы разы етер сауапты амалдар жасауға келгенде шайтанның азғыруымен қарсылық танытатын нәпсіміз тағы бар. Ал нәпсі ол өзің. Демек, өзіңнің бойыңдағы теріс әрекеттермен, күнәға алып барар ойлармен, Алланың разылығынан қашық ететін істерден бойыңды таза ұстау деген сөз. Нәпсіні ешкім өлтіре алмайды. Оны тәрбиелейді. Нәпсімен күресудің ең төте жолы күн сайын өзін есепке тартып отыру. Хазіреті Омар есеп алынбай тұрып өзіңе өзің есеп бер деп өнегелі сөз қалдырған. Сондықтан адам болып жаратылудағы мақсат Аллаға құлдық екенін ұмытпай, сол жолда өзіңе мықты бақылау механизм орнатуы қажет. Алла тағала былай дейді: расында нәпсісін тазартқан кісі құтылады да, әлдекім оны кірлетсе қор болады. Шәмс сүресі 9-10 аяттар. Нәпсісін иман сүзгісімен тазартпайтын адам жамандықтан құтыла алмайды. Әрбір жаман істің артын күнәлі іс күтіп тұрады. Демек, нәпсісін үнемі тақуалықпен тәрбиелейтін кісі ғана жаны мен тәніне кір жұқтырмайды. Нәпсіге сәл ғана ерік берсең, жамандықты аңсайды, арам істерден рахат алады. Қасиетті Құран бізге Жүсіп пайғамбарымыздың алейхиссалам былай дегеннен хабар береді: нәпсімді ақтамаймын. Расында нәпсі жамандыққа бұйырады. Бірақ та Раббым мәрхемет етсе, ол басқа. Күдіксіз Раббым өтте жарылқаушы, ерекше мейірімді. Юсуф сүресі 53 аят. Аталмыш аяттан нәпсімен күресудің оңайға соқпайтынын түсінуге болады. Өйткені нәпсіні есепке тартуда адамның бір ғана ерік жігері жеткіліксіз келеді. Сондай-ақ жаратқанның мәрхеметіне де мұқтажбыз. Алланың жарылқау мейірімі болмаса нәпсіні есепке тартып, оның зиянынан сақтану мүмкін емес. Өйткені Алла елшісі де тойымсыз нәпсіден, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сақтануын сұрап дұға еткен. Ардақты сахабаның бірі Зәйд бин Архам, сүйікті пайғамбарымыз, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мына дұғасын риуаят етіп жеткізген: Аллахым, мен сенен әлсіздік, жалқаулық, кәрілік, қорқақтық, сараңдық атаулыдан және қабірдің азабынан сақтауыңды сұраймын. Уа Аллахым, нәпсіме тақуалық бер, нәпсімді пәкте. Расында сен ең жақсы пәктеушісің. Сен жанымның иесісің. Алла тағалам, мені тақуалығы жоқ жүректен, тойымсыз нәпсіден, пайдасыз ілімнен, қабыл болмайтын дұғадан сақтауыңды сұраймын.
Алла елшісінің дұғасын жеткізген саңлақ сахаба Заид, Алла елшісі, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, осы сөздерді бізге үйреткен, ал біз сіздерге үйретіп отырмыз деген екен. Құрметті жамағат, Құран кәрім аяттары Аллаға қарсы келудің, күнәлардан бас тартпаудың, ақ пен қараны ажыратпаудың, обал сауапты білмеудің ең маңызды себебін нәпсіні жоғары санау мен оны кінәсіз деп табу екендігін ишарат етуде. Оған мысал айтсақ, лағнеті шайтанның менмендігі себебінен Аллаға қарсы келіп, Адам ғалейхиссалам атаға сәжде етпеуі. Нәмруд патшаның Хазіреті Ибрахим ғалейхиссалам пайғамбарды отқа жағуы. Өзін құдай еткен перғауынның Хазіреті Мұса ғалейхиссалам пайғамбарды өлтіргісі келуі. Немесе Әл-Әмин, ең сенімді деген атқа лайық Мұхаммед, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбарымызға мүшриктердің қарсы шығып дұшпандық жасаулары да нәпсіні жоғары санауларынан болған әрекеттер. Бұдан нені түсінеміз? Яғни иманмен тәрбиеленбеген нәпсі өзін құдай етіп, өзгені өзіне құл етуге әмір еткізеді. Бұл жайында Алла тағала былай дейді: өз әуейлігін, құмарлығын тәңір тұтып, көңілі соққан нәрсенің құлы болған, сондай-ақ ақ пен қараның, ақиқат пен жалғанның парқын білсе де, Алланың өзі адастырып, құлағы мен жүрегін мөрлеп, көзін перделеп тастаған бейбақты көрдің бе? Оны Алланың өзі адастырғаннан кейін тура жолға кім түсіре алады дейсің? Міне, осының өзін ойлап ғибрат алмайсыңдар ма? Жасия сүресі 23 аят. Нәпсінің еркіне қарай өмір сүру Алланың бұйырған әміріне қарсы тұруға әкеліп соғады. Біріне бірі қарсы нәрсенің бір арада бірігуі еш мүмкін емес. Мәселен, жақсылық пен жамандықтың, күнә мен сауаптың, күн мен түннің тағы басқа бірігуі ақылға сыймайтын дүние. Мына оқиға соның мысалы. Бір соғыста Хазіреті Әли бір дұшпан жауынгерін астына басып алып өлтірейін деп жатыр еді. Өлім аузындағы әлгі адам амалсыз Хазіреті Әлидің бетіне түкіріп жібереді. Хазіреті Әлиге кәпірдің бұл ерсі қылығы үшін басын жұлып алу оған түкке тұрмас еді. Бірақ ол нәпсінің тілін алып ашуланып қалам ба деп ойлады да, дереу тоқтай қалып, қолындағы қылышын жерге қойып, дұшпанын өлтіруден бас тартты. Хазіреті Әлидің қолында құрбан болуды күтіп жатқан адам мына жағдайға қатты таң қалды. Себебі ол істеген жаман ісі үшін Хазіреті Әлидің қолынан аман құтылатын ойынан мүлде шығарған еді. Бірақ ол ойлағандай болмады. Қайта ақиқаттың куәсі болды. Дін дұшпаны Хазіреті Әлидің ісіне таңырқап: «Ей Әли, бетіңе түкіргенде мені не үшін өлтірмедің? Бірден өзгеріп сала бердің. Мен Хазіреті пайғамбарымыз, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сыйлаған қылышты Алла жолында қолданамын. Бұған ешқашан өз нәпсімді араластырмаймын. Себебі мен Алланың арыстаны, әрі оның қылышымын, нәпсімдікі емес. Сен жүзіме түкіріп мені ашуландырмақшы әрі қорламақшы болдың. Мен сол сәтте ашуыма бой алдырғанымда, мүмінге әсте жараспайтын қылықпен, яғни нәпсіме бағынып, сені өлтіріп тастаған болар едім. Алайда мен өз абыройым үшін, нәпсім үшін емес, Алланың жолында соғысып жатқан едім, деп жауап берген екен. Оқиғадан түсінгеніміз, нәпсіге еріп жамандық жасаған адам асыл мақсаттан алыстайды. Ал нәпсіні тізгіндеп, игілігіне итағат еткізе білген мүмін өзіне жақсы көрген нәрсені өзге мұсылман бауырының бойынан да көргісі келеді. Сахаба Әннәс ибн Мәликтен жеткен хадисте пайғамбарымыз, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мұсылман адам өзіне қалағанды өзгеге де қаламайынша шынайы иман келтірген болып саналмайды деген. Табиғиннің үлкен ғылымдарының бірі Хасан әл-Басри, расында мүмін деп өзінің нәпсісін сынаушы адамды айтатынбыз. Ол өзіне айтқан сөзімен нені қаладым, жеген тамағыммен нені қаладым деп үнемі өзін сынап отырады. Ал пасық болса, қадам басқан сайын жақсылықтан ауытқи береді. Өзін бұл үшін жазғырмайды да, деген екен. Алла тағаланың адам баласына діни жауапкершілікті жүктеуінің өзіндік сыры бар. Сондықтан Алла жақсылықты жамандықтан, ақиқатты жалғаннан айыра білу үшін ақыл нығметін берді. Адам баласы кез келген нәрсені ақыл түйсігімен жасаған секілді, сол ақылымен Алланың алдында есеп беретіндігін есіне түсіріп, нәпсісін ақылына бағындыруға әбден болады. Жалпы нәпсіні тәрбиелеудің бірнеше жолдарына тоқталсақ,
әрдайым Алланың бақылауында екеніңді естен шығармау, Алланың бұйырған әмірлерін орындап, тыйған нәрселерінен сақ болу үшін бұл маңызды талап болмақ. Мұны пайғамбарымыз, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, тілімен айтқанда ихсан деп атайды. Бірде Жәбірейіл ғалейхиссалам періште пайғамбарымыз Мұхаммедке, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, келіп, маған ихсан жайлы баяндап бер дейді. Сонда пайғамбарымыз, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ихсан дегеніміз Алланы көріп тұрғандай құлшылық ету. Сен оны көрмесең де, ол сені көріп тұрады деп жауап береді. Демек, оқитын намазымыз, ұстайтын оразамыз, берер зекетіміз, орындар, қажылық, тағы басқа амалдарымыз ихсан жағдайында болса, нәпсінің жақсы жағына тәрбиеленуін жеңілдетеді. Алла тағала өзінің елшісі Мұхаммедке, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хақты ұмытып, адамдарды азғындыққа итермелегендерден сақтандырып, Алланы еске алған, дидарын іздеген жандармен бірге болуды әмір еткен. Мұхаммед ғалейхиссалам таңертең кешке Раббыларына оның дидарын іздеп жалбарынғандармен бірге өзің де сабыр ет. Дүние тіршілігінің сәнін қалап көзіңді басқаға аударма. Сондай-ақ біз жүрегін бізді еске алудан қаперсізденген, әуесіне ерген және ісі шектен асқан біреулерге бағынба. Кахф сүресі 28 аят. Қол жеткізген табыстарыңмен келіп жатқан нығметті Алладан екенін ескеру. Адам баласы қандай жетістікке жетсін, мейлі өзінің күш қайратымен, қабілетімен жеттім дейтін болса, нәпсінің қалауы осы болмақ. Сондықтан өзім деген сөзді жүректен өшіріп, орнына Алланың қалауымен, бұйрығымен деген сөз келсе, нәпсі үшін тәрбие болар еді. Мен дегеннің мысалын Алла тағала Мұса пайғамбар ғалейхиссаламның заманында өмір сүрген Қарун байдың бұлай деуімен көрсетеді. Қарун, шын мәнінде бұл маған мендегі білімге берілді, деді. Негізінде Алланың бұдан бұрын бұдан да күшті тобы көп нәсілдерді жоқ еткенін білмеді ме? Күнәһарлар күнәларынан сұралмайды. Қасас сүресі 78 аят. Қарун бай Алла берген нығметті, дүние мүлікті мендегі білімге берілді деп нәпсіге еріп айтты. Әуелде оған былай айтылған еді: Алланың саған берген дәулеті мен ақырет жұртын ізде де, дүниедегі несібеңді де ұмытпа. Алла саған жақсылық еткендей сен де жақсылық істе. Сондай-ақ жер жүзінде бүліншілік ізденбе. Алла бұзақыларды сүймейді. Қасас сүресі 77 аят. Бұл аят нәпсі тәрбиесіне қатысты екі нәрсені еске салады. Біріншісі, қолыңдағы дәулетіңді Алланың берген нығметі деп еске алу. Егер мұндай ой болмаса, өзіңді өзгелерден жоғары санау психологиясы күш алады. Ақыретін ойлайтын адам дүниесінің есебін Алла берген нығметпен тазалап отырады. Екіншісі, Алла саған жақсылық еткендей сен де жақсылық істе деген сөз. Демек, Құран бізге нәпсі үшін тапқан дүниені жақсылыққа келгенде жұмсай алмайтын жағдайға тап болатындығын білдіруде. Ал керісінше, жаратқан Алланың өзіне жасаған жақсылығын есіне алған адам дүниесімен жақсылық жасай алатындығын көрсетуде. Өзгенің қателігін іздегеннен бұрын өз бойыңдағы қателігіңді көру. Адамның нәпсісі өзінен емес өзгеден мін тауып кір іздегенді жөн көріп тұрады. Ибн Аббастан радиаллаху анху жеткен хадисте Алла елшісі, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай деген: біреудің кемшілігін іздегің келсе, өз кемшілігіңді есіңе ал. Хасан Басри: біреудің кемшіліктерін ескерткің келсе, әуелі өз кемшіліктеріңді есіңе ал дейді. Сондай-ақ ізгі жан ешқашан біреудің кемшіліктеріне терең үңілмейді деген екен. Нәпсісіне еріп, өзін сүттен ақ судан таза көрсеткісі келетін адамның сипатын Шәкәрім Құдайбердіұлы бабамыз былай суреттейді: сыртыңды сыланасың өң беріп, ішіңнің түзетпейсің қатасын, айламен алдағанды жөн көріп, адамды аң орнына атасың. Мұсылманның көркем сипаты өз кемшілігін бойынан іздеу. Өз кемшілігін түзеткен адам ғана екінші бауырына өнеге болары сөзсіз. Жасаған күнәларды жадыға сақтау. Нәпсімен күресіп, оны тәрбиелеудің бір жолы осы. Кішкентай жасаған күнәларын есіне алып, оның жазасынан қорқып жүретін мүмінмен таудай күнә жасаса да жүрегі бүлк етпейтіннің мысалын Алла елшісі, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай суреттейді:
мүмін өзінің күнәсін тау секілді көріп үстіне құлап кетуінен қорқады. Екі жүзді мұнафық болса, жасаған күнәсін мұрнына қонған және тез ұшып кететін шыбын секілді көреді деген. Сондай-ақ пайғамбарымыз, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, күнәдан жиіркенетін және ғибадаттан ләззат алатын адам шынайы мұсылман деп айтқан. Нәпсіге қарсы дұғада болу. Сүйікті пайғамбарымыз, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, «Я Раббым, мені соңғы демім жеткенше өзімді нәпсіме қалдырма» деп дұға жасаған. Алла елшісі, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір кісіге: «Уа Алла, мен сенен жай тапқан, сенімен кездесетін күнге иман келтірген, тағдырға риза болған, бергеніңе қанағат еткен нәпсі сұраймын» деп айт деді. Бұрынғы өткен ұлылар, кім өзіне Алладан артық дос бар деп ойласа, Алла тағала жайлы танымы аз болғаны, кімнің өзіне нәпсісінен артық дұшпан бар деген ойы болса, нәпсісін дұрыс білмегені деген екен. Құрметті жамағат, уағызымыздың қорытындысын Шал Ақын бабамыздың мына сөзімен аяқтайын. Нәпсің бір көкжал бөрідей, иманың бағлан қозыдай. Егер тыю салмасаң, иманыңды жеп кетер. Дүниенің де, ақыреттің де байлығы иман. Иман байлығын уысымыздан шығарып алмау үшін әуелі нәпсіге тізгін қойып, құрдымға итермелейтін күллі құмарлықтардан тал бойымызды таза ұстауымыз қажет. Сонда ғана иманы бардың жиғаны болмақ. Батыржан Мансұров, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Атырау облысы бойынша өкілі, Иманғали орталық мешітінің бас имамы.